Октябрьнын 19-ы Қарамышғалының 1330 күні студияда Мавиле Мұхтарова чалаша. Селам алейкум. Сөзде Ахмеджет Махкемесі февраль 26 давасының шатларыны діңнемекте. Бүгінгі отырышта қадылар 4 шатны діңнемеге планлаштыра. Февраль 26 давасында Искендер Кантемиров, Искендер Мирвалиев, Арсен Юнусов, Мустафа Дегерменже ве Али Асанов махкум етілі. Соңғы екі кіша аман-аман 2 ел сезода ятты. Олар ақтымчы гозға қаршы малымат бермеге разы олмадылар. Мечлис рейсінің муавені митинг вақтында юзберген чатышмаларыны тешкіл етмесінде қабатланып, 8 елға апске алынды. 2014 сенесі февральның 26-сында 10 бендензияде Қырым татары ве Украина тарафдары Қырым парламентінің бинасы янында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингіне шыққаныда. Все они подтвердили, что действительно были на этом митинге. Этих ребят никого они не знали, не видели, никаким образом на них не влияли и не давали им поручения делать какие-то массовые беспорядки. И вообще не видели этого процесса, что кто-то бы кому-то причинял телесные повреждения. Массовых беспорядков также они не видели. Бақчысырайда тұтылған Қырым татарларының сой-соплары мұсылманларға қаршы нефрет ве айырым еле күрешке бағышланған конференцияны зерет етті. Тедбір Австрияда кечірілді, анда юздензияде инсан іштірак етті. Тұтылғанлардан бірінің өмір арқадашы Мумине Салеева чықышта болынып, Қырым татарларға қаршы репрессиялар епілғаныны дабыр кере қайдетті. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – не что иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы ярымада парламентінің 2 депутатына девлет хайынлігінде шекленгеніні білдірежек ола. Евгений Михайлов и Александр Баталин дава малыматларына огренмелері ве иза етмелері үшін Киевге давет етілежек. Екісіде ішғалге қол тұтқаныда Евгений Михайлов Кремль незаретіндегі Қырымның сөзде девлет шурасының депутаты олды. Александр Баталин Қырым юқары шурасының сабық депутатыдар Украина қараманы ұнванына наил олып, о сөзде Қырым Жұмхуриеті Жемат палатасының азасы олды. Повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акту. Харьков вилаятының прокуратурасы ел қазасына себепші олған айдавжыға жеза белгілемек үшін мұражат азырлай. Анда 5 инсан жан берді, да 6 кіші ағыралда хастаханеде болуна. Түнеуін ақшам Майдан Конституция метро станциясының чықышында 2 машина чатышты. Машина қалдырымға ұчып кетті. Анда есе инсанлар турайды. Қазақ шатларының айтқанына көре Лексус қырмызы ұшыққа пектес кечейді. Украина ішішлер назарының меслячысы Антон Геращенко дүмен башында 20 яшында қыз олғанына білдірді. Машина бабасына айт екен, күтлеві хабер васталары қызының ады Алена Зайцева деп білдіре, о ерлі иш адамының маневи қызы ола. Қабатлы кіші 10 елға азатлықтан марум етіле білем. Бүгін юқарырада пайтақта олып кешкен наразылық акцияларының себебі олған қанун лейхаларына бақажақтар. Миллет векелері депутат тоқынылмазлығының алып ташланмасыны бақмаға ваде ете. Наразылық білдіргенлер халық депутатларына насыл қарышылады. Бұны кележек яйынларымызда огрене білесіңіз. Они получают зарплату с наших налогов. Мы их выбрали. И пусть они служат нам и работают. Депутатлар ішке башлады, спикер сессияны açты. Ребермек үшін милет векелерінің сайысы етерлі ма? Бұны парламенттегі мұхберіміз Оксана Гуцел біле. Бағымыз ұзылды, бұны кележек яйынларымызда білмеңіз мүмкіндір. Кечкен күнну атту аланында Украина аскері
яраланды душман барышықна кене боза кечкен күні еледен зияде кере атеш açılды. Донецк тарafında женкеверлер майын атычыларыны қоланды. Ато куветлері жауап бермек үшін 30 кереден зияде атеш açмаға мecbur oldu. Незаконні збройні формування 53 рази порушили перемиря. Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів. У результаті бойових дій 2 українських воїнів були поранені. Ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву. Мұхбиріміз Виктор Пономарев парламент бинасы янында наразылық білдіргенлерінің соңғы талапларынен хабардар етмеге бізні азыр. Віктор, чи забезпечили депутатам вільний прохід до будівлі? Чого очікують від депутатів мітингувальники? Власне, зараз тут у наметовому містечку на площі Конституції перебуває декілька сотень людей. Всі вони уважно слухають трансляцію з Верховної Ради через гучномовець, очікують та чекають, чи будуть прийняті їх закони, за які люди стоять. Приблизно з половини 9-ї тут було організовано коридор, яким народні депутати змогли прийти на роботу. За словами мітингувальників, їх пропустили для того, щоб вони змогли нормально проголосувати та нормально виконувати свою роботу. На площі Конституції зараз перебувають люди з різними політичними прапорами, хоча зі сцени попросили їх прибрати. І ми продовжуємо тут залишатися і повідомляти останні події в наступних випусках. Студія. Сағыл Виктор, мұхбиріміз Виктор Пономарев парламент бинасы янында қалып бізна соңғы хабарлерінен таныш етмеге девам етежек. Луганск вилаятының ишғал етілген топрақларында бұл күнлері золоты кіріш-чықыш незарет ноқтасы açılacaqtır. Кечіш ноқтасы 1,5 ел девамында қапалы еді. Бенлернен инсанның чатышма ағындан кешмесі қолайлаштырылacaq, олып кешкен Минск аңлашмаларының нәтижесі болды. Ләкин ишғал етілген топрақларда исір төшкенлерінің алмаштыруы ақында кене аңлашып оламадылар. Бұны Украина векілі Ирина Геращенко Facebook сайфесінде язды. Бір ел әвелсі Украина 81 Украина қайтармақ үшін 302 жинайетшіні теслим етмеге азыр олғанына білдірген еді. Украина қапсызлық қызметінің жедвеллерінде Донбасста исір тұтылған 152 инсан бар. Камінь спотикання – вимога амністії для беркутівців і інших персонажів, які не мають жодного відношення до Донбасу. Працюємо, щоб були добрі новини для родин наших заручників. Поки що все йде важко, але рухаємося з вірою, аби ще інша сторона тримала слово. Виктор Януковичның Русиядегі сығынағы ұзатылды. Бұақта Русия чешлер назірлігі хабер етті. Украинадан қачқан сабық президент да бір ел 2018 сенесі октябрінің 26-сына қадар Русияде қала біле. Киевнің Абалон район махкемесі Януковичке қаршы жинайет ақиқатны бақмаға девам ете. Оны девлет хайынлігінде қабатлайлар. Майдан одесселері сырасында инсанларға атеш açылмаға башлаған соң 2014 сенесі февраль айында Виктор Янукович Украинадан қачты. Ксения Собчак, Русия президенті намзетті. Путинның сабақ музыры Петербург елбасшысы Анатолий Собчакның қызы алып бары жолмақ немберабер саясеткеде кірішті. Иштимағыларда оның видеосы тарқала. Русия мұхалифеті бөлінді. Базылары Ксения Собчак сайлауларда альтернатив намзет олабыле дегерлері оны Кремльнің сымарышы деп адландырды. Бұндан әвел мұхалифетінің екене намзеті Алексей Навальный олғаныда, ләкин махкүм етілгені үшін сайлауларға көрсетілмемесі мүмкіндір. Бөлі олса саясетші сайлауларына бойкот етмеге яда еркеске қаршы ребермеге чақырды. Ксения Собчак ұзыны еркеске қаршы намзет деп илан етті. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать: хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против.
против них, против всех. Шымдылык бұл соңғы хаберімізді саат 12-де заманны сейретіп яңа хаберлеріні. Бөліңіз, мен сізлерінен саат 2-ге қадар сағылқлашам, атайрелі олыңыз.